ғасырлардан бері сол жергілікті халықтың салт санасымен, өмір салтымен, ойлау жүйесімен біте қайнасып келген исламның сол моделін біз яғни дәстүрлі ислам деп қабылдап жүрміз. Яғни бұл біздің құқықтық жақтан ханафилік, сенімдік тұрғыдан мәтрудилік және мына моральдық этикалық құндылықтар тұрғысынан кейбір біздің дәстүрлі сопылық бағыттармен біте қайнасқан исламның практикалық көрінісі. Ол неге дәстүрлі? Өйткені ғасырлардан бері дәстүрлі түрде жалғасып, өзіндік осы қоғамға, заманға, ортаға, осы климатқа тіпті сай қалыптасқан ислам. Яғни бұны біз алып, сонау пайғамбар заманынан бір исламды өзгертіп, басқа ислам деп түсінбеуіміз керек. Негіздер бір. Дәстүрлі ислам деген кезде көпшілік тілдік формулировкасымен шатастырмауымыз керек. Егер ол жағынан келетін болсақ, дәстүрлі ислам деген термин тарихта, пайғамбар заманында қолданылмайды дейтін болсақ, қазіргі біздің қолданып жүрген ғылым салалары, фиқ, ақида, хадис, усулул хадистегі кейбір мутаватир, сахих деген хадистің терминдер де болған жоқ. Пайғамбар заманында мұндай атаулар болған жоқ. Пән атаулары, ғылым салалары олар қалыптасқымаған еді. Пайғамбар заманында болмаған, бірақ заманның, қоғамның өзгеруіне қарай ғылым салалары пән ретінде жүйеленіп қалыптасты. Оны біз пайғамбар заманында болмаған деп теріске шығара алмаймыз ғой. Сол секілді енді исламның осындай көріністерінде біз дәстүрлі ислам деп қабылдап жатырмыз. Оның ғылыми негіздері, оның теориялық негіздері, ол барлығы сонау негізгі классикалық ислам. Дәстүрлі ислам бұл басқа бір ислам емес, біріншіден. Ислам біздің өмір сүру салтымызға айналған. Сол салтымызбен біте қайнасқан исламды біз дәстүрлі ислам дейміз. Мысалға алайық, қазір солтүстік Африкаға барайық. Солтүстік Мавритания, мысалы, Алжирге барсақ, ол жерде исламның практикасында меніңше 5 уақыт намаз, ораза, бір ай ораза ұстауды айтып тұрған жоқпын. Ислам тек қана Аллаху акбар, ассаламу алейкум емес қой ислам деген. Ислам деген өмірің ғой сенің. Сол солтүстік Африка немесе тағы басқа халықтардың салтымен жылдар бойы бірге өмір сүргеннен кейін исламмен жаңа халық, белгілі бір халық, ислам олардың өміріне енеді, өмір салтына айналады. Бірақ жаңағы олардың өзінің әдеті, ғұрпы, өмір сүру, заңдылықтар, ерекшеліктері, ұлттық, сол жердегі өзінің тайпалық ислам сонымен біте қайнасып, өзіндік бір моделі қалыптасады исламның. Бірақ негіздері бір. Оның біз негіз өзгермейді бұл жерде. Традиционный ислам, дәстүрлі ислам деген кезде біз басқа бір исламды алып келіп тұрған жоқпыз. Бұл негізі, ғылыми негіздері сол ислам, сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманынан келе жатқан ислам. Бірақ исламның кейбір қоғамдық қатынастардағы, адамдардың ара қатынасындағы кейбір егжей-тегжей ғұрыпта, салтта, қоғамда өзі реттеледі. Ислам соған жол берген.